Бүгінгі шығарылымды кімге арнасам екен? Қазақтың жігіттері де жекпе-жек алып дайындалып жатыр. Және мына жақта әлемнің бәрі шулап жатқан Канело Берланга жекпе-жегі тұр. Мен әзірге оң жағымды таңдаймын. Оң ба, сол ба? Осы жақ таңдай болшы. Mobile Arena, Лос-Анджелес, бүкіл әлемнің барлығы көз тігетін сын болғалы тұр. UFC де өтеді 306 турнирі, және бокс өтеді. Жай ғана бокс емес, онша-мұнша кәкір-шүкірлер шықпайды. Канело шығады. Канело өзінің мансабында 20 жылға жуық уақыт бойы, 19 жыл бойы кәсіби мансабын жүргізіп келе жатқан Канело ертең жекпе-жек өтеді. Ертең дегенде 14 қыркүйек. Ал біздің уақытпен ол 15 қыркүйек таңертең. Ол кіммен шығады? Әрине Берлангамен шығады. Қазір мен сіздерге желіктеп тұрып, екеуін жеке-жеке, чеке-чеке қылып тұрып, екеуін талдап беретін боламын. Айтпақшы, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кеттік. Сауль Канело Альварес 1990 жылғы мексикалық, өздеріңіз білесіздер, Америка нарығында мексикалықтар өте үлкен, көп, және олардың барлығы да жекпе-жек өнеріне қатты қызығады. Кезінде оларда жаугершілікпен айналыспады, білмеймін, бірақ әйтеуір қандарында бар. Барлығы төбелес құмар. Кәсіпқой бокста ең көп адамдар ол Америка болса, екінші орында Мексика тұрады. Одан кейін барып Украина, Қазақстан жан-жақтар тарайды. Яғни ең көп боксшылар ол Америкада, одан кейін Мексикада. Және Альварес ол 9 ағайынды, және 9-дың 6-ы неде кәсіпқой бокста бокстасқан ағаларының барлығы. Және соның ішінен ең сәтті шыққан кейс, яғни барлығына танымал, әлемге танымал және ең ықпалды боксшы ол Канело. Канело деген лақап аты, Triple G деген сияқты. Сауль аты, Альварес бірдеңе фамилиясы. Енді бұл жігіт жалпы есепте осы уақытқа дейін 65 жекпе-жек өткізді. 65 жекпе-жектің 61-ін жеңіп алды. Екеуінде тең және екеуінде жеңілді. Енді бұл жігіт 61 жеңістің 39 нокаутпен аяқтады. Соңғы осы головкинмен шыққан сәтінен бастап үлкен жекпе-жектер алып жүр. Не үшін? Себебі паундта лидер болғысы келді. Және сол мақсатына жетті. 2019 жылы паундта лидер болды, 2021 жылы бокс-тректе бірінші орын алды, және 2017 жылы головкинмен жекпе-жегі жыл жекпе-жегі аталды. Яғни осындай үлкен жекпе-жектерді Канело алып үлгерді өз мансабында. Жалпы бұл 5 салмақта бокстасып үлгерген: 66, 69, 72, 76, 79. Қазір енді 76-та төбелеседі. Енді бұл бәске Берлангамен жекпе-жегінде 3 белбеу тігіледі. IBF енді бір бәлеқор, бір жаман не болды ғой, бір белбеу беретін ше. Босатты да біреумен қорғау керексің деді Канелоға. Канело қорғамаймын, мен Берлангамен шығамын деді. Сөйтіп оны алып қорғау керек адамға бере салды. Сонымен енді Канело абсолют емес, Канелода 3 пояс бар: WBC, WBA және WBO. Осы 3 белбеу бәске тігіледі. Бәрібір енді Канело ол абсолют жекпе-жек ұйымдастырып жатыр деп халық есептейді. Ол себебі атағы, даңқы осы уақытқа дейін жасап тастаған еңбегінің барлығы өте үлкен және орасан. Енді бұл жекпе-жекте біз Канелоны таныстырдық, енді Берлангаға тоқталайық. Берланга ол өте жас, қатты жас емес, енді 1996 жылы, сонда 27 жаста. 27 жасар жігіт 2016 жылы профи боксты бастаған, біздің Жәнібек Әлімхан секілді. Және бастағаннан кейін өзінің ұлты пуэрторикалық, осы Америкада, Нью-Йоркта туылған, бірақ өзінің ұлтына деген мақтанышы бар. Берланга 27 жаста, және осы уақытқа дейін ол 22 жекпе-жек өткізген, оның 17-сін нокаутпен жеңген. Және соның 1-ден 16-ға дейін, бірінші жекпе-жегі мен 16 жекпе-жегінің аралығында барлығын нокаутпен жеңген. Чоптармен шыққан шығар. В общем, солардың бәрін нокаутпен жеңген. Одан кейін 5 жекпе-жек по очкам жеңген. Және одан кейін барып, енді мақсат өзгеріп кеткен шығар. Негізі бәрін нокаут құлатамын дейді, бірақ шама шетпей жатқан кезде мақсат өзгере салады ма? 12 раунд ойнап өзімді көрсеткім келді деген сияқты. Сондай болған шығар. Сонымен соңғы жекпе-жегінде қайттан нокаутқа жеңген екен. 2024 жылы ақпан айында жекпе-жек өткізген. Енді бұл жігіт жалпы Стив Ролспен шыққан айтты. Стив Ролс деген жігітпен шыққан, ол білесіздер, кезінде головкиннен 4-ші раундта құлаған болады. Сонымен ол тең емес, енді 2-1 жекпе-жегімен, 2-1 есебімен жеңіске жеткен. Яғни Берланга Стив Ролсты 2-1 есебімен жеңген.
нокаутпен жеңбеген. Осыдан ақ негізі екі жекпе-жекке қатты бір интерестің жоқ екендігін көруге болады. Просто бұл жерде Канело болғаннан кейін барлық адам көреді, барлық адам сол жерге барады, ставка тігеді, барлығы көңіл көтереді жалпы. Енді бұл жерде өте маңызды момент, бұл жерде UFC болайын деп тұр. Дәл осы күні және UFC чемпиондық белбеуін қорғайды. UFC-дегі жігіт 306 турнирі болады. Жалпы осы күні Дана Уайт үлкен шығынға батайын деп тұр. Қазіргі есеп бойынша 20 миллион ақш долларына шығынға батады дейді. Яғни ол екеуі бір уақытқа жекпе-жек қойғандықтан бүкіл аудитория екіге бөлінеді. Бірақ бокс әрине ол ұлы спорт болғандықтан, ол қанша жылдан бері келе жатқан спорт болғандықтан, әсіресе ол жерде жаңа айтқандай кәкір-шүкір емес, мықты жекпе-жек, яғни Канело шығатын болғандықтан, ол жерге әрине халық көп жиналады. Сондықтан UFC-ге енді адам азырақ баратын шығар. Әрине ол қазіргі билеттердің продажасына байланысты айтылып отырған әңгіме, тақалған кезде қалай болатынын тағы көреміз. Енді осындай жекпе-жек болып жатыр. Енді менің ойымша да жеңіске жететін ол Канело. Бірақ қалай жеңіске жетеді? Нокаутпен ба, немесе очкомен ба? Я ол Берланга нокаутер, осы америкалықтарға таңғаламын ғой. Бүйтіп сұхбат алады да, короче, Майвезердің папасынан сұраған ғой. Сен Берланганы танисың ба деген ғой. Берланга мен Канело шайында отыр. Прогнозымызды айтшы деген кезде. Кім ол дейді, танымаймын Берланганы. Сөйтіп та Берланга ше енді Канеломен шайын деп жатыр, нокаутер америкалық десе. Анау нокаутер бола ма дейді да. Таниды ғой негізі, таниды ғой, түсінесіңдер ма? Просто өтірік дейді. Қандай пахазуға да өткенде Ларада айтып еді ғой, білесіңдер ма? Жәнібекті танымаймын деп, кім деп түрін бүйтіп ше. Сөйтіп өз салмағындағы екі поястың иегерін қалай танымайсың сен? Ол Қазақстан тұрмақ, ол бір вообще аты белгісіз елдің адамы болса да сен оны танисың ғой. Өзің спортың ғой, ол просто өтірік бір андай бір атмосфера көп жасайды да. Ол ұнамайды негізі маған. Бірақ енді бізге ұнамады екенде олар өзгертпейді өздерін. Олар жалпы осылай хайп жасайды өз-өздеріне. Енді айтпақшы, Лараны айттық қой енді осы жерде Гарсия деген жігітпен, анау Гарсия емес, Райан Гарсия емес, басқа Гарсия деген жігітпен Лара төбелеседі. WBA поясын қорғайды осы жерде. Енді Лараға да ақша керек болып жатыр ғой, уже қартайып бара жатыр, 41 жасқа келді. Жекпе-жек өткізіп ақша істеп алайық деген оймен осы Канелоның жекпе-жек, Канело Берланга жекпе-жегінің андеркартында екінші картта осы Лара Гарсия жекпе-жек болады. Менің ойымша енді Гарсия жеңіп кетсе екен, потому что Лара жекпе-жек бермей жүр ғой Жәнібекке. Гарсия болса Жәнібекке жекпе-жек беріп қалып, Жәнібек шығып 3 поясты алатын болса, тура Артур Бейдербиев пен Бивол жекпе-жегі сияқты болады да. 3 пояс Жәнібекте, 1 пояс қана адам істеп болады. По-любому ұйымдастыру керек болады да ол жекпе-жекті, себебі әр салмаққа абсолют керек ақ. Енді бұның барлығын айтып келдік. Енді оның ішінде біздің өзіміздің отандасымыз Бек Нұрмағанбет жекпе-жекке шығады. Ол жігіт жайлы мен бөлек шығарылым арнаймын сіздерге, себебі маған өте қатты ұнайтын мықты жігіттердің бірі бұл жігіт. Сондықтан да болашағынан зор үміт күтетін болғандықтан Бек Нұрмағанбетке бөлек шығарылым арнаймыз. Бірақ ондай жекпе-жектердің қаралымы аз болып жатыр да. Сондықтан сіздер де барынша өзіміздің отандастар жайлы шығарған шығарылымдарды көбірек көрсеңіздер екен. Енді кеттік. Осымен біздің жекпе-жек жайлы ойымыз аяқталды. Бұл жекпе-жек енді UFC үшін тиімсіз болып тұр, бірақ Канело үшін Мексиканың алдағы мерекесі келе жатқандықтан бұл Канело оны тойлату керек, ол жерде жеңу керек, әрине. Бірақ жеңіліп қалу ықтималдығы да бар екендігін ескертеміз. Бұл жерде андай болады да, келісіп алды деп айтады да, көбісі келісіп алған, анау Канело өзі жеңетін адамдармен ғана шығып жатыр деген сияқты айтады. Бірақ олай емес. Себебі ол ақымақ емес қой, келеді, оны жеңілем мақұл деп ақша үшін сатыла салатын адамдар емес олар. Ол жерде мынандай саясат жүреді да, ол әлсіз ғой. Сондықтан әлсізді ол оңай жеңем деп есептейді да Канело. Сөйтеді да сонымен жекпе-жекті ұйымдастырады. Ал оған өзі осы уақытқа дейін алып жүрген ақшасынан, осы уақытқа дейін карьерасында бүкіл тапқан ақшасымен бірдей ақша ұсынған кезде, хорошо жеңілетінін біліп тұрса да, шамасы жетпейтінін біліп тұрса да, ол енді келіседі. Сөйтеді де келіседі, екеуі жекпе-жек ұйымдастырады. Канело өзі үшін көп ақша алып алады, анау өзі үшін көп ақша тауып алады. Сонымен ары қарай екеуі екі жаққа тарайды. Енді Канело ол жаңа ықпалды деп айттық. Я ықпалды. Шынымен де ол қазір кәсіпқой бокста өте ықпалды адамдарға айналған. Себебі ол өзі жекпе-жекті қай уақытта өткізу керек, қалай өткізу керек, бәрін өзі шешеді. Өзі осы уақытқа дейін 2005 жылдан бері келе жатыр. Келесі жылы 20 жылдық юбилей тойын ұйымдастыратын шығар. Сондай үлкен ықпалға ие, ол анау промоутерлерді, басқаларды ойнатып күлдіртіп жібереді ғой былай келген кезде. Және өзі жекпе-жектер үшін үлкен сумма ақша алады.
яғни байлығы да, оның басқа да ықпалы да, сөзі де өтімді болып жүр жалпы соңғы кезде кәсіпқой бокста. Енді қорытынды, бізде де осындай ықпалды мықты жігіттер көбейсе екен. Біздің де мықты жігіттеріміз көбейсе екен. Менің болжамым жалпы Канело Берланга жекпе-жегі шамамен енді нокдаун құлаталса құлаталды, құлаталмаса пачкам жеңеді Канело. Сіз өзіңіздің болжамыңыз қандай? Оны комментарийға жазып кетіңіз. Жалпы бұл шығарылым, дәл осындай шығарылым, яғни жекпе-жек жайлы шығарған шығарылымдарымыз сіздерге ұнай ма? Ұнайтын болса, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Біз сіздердің әрбір жазған пікірлеріңізді оқимыз. Біздің чемпиондық менталитеті бар жігіттеріміз, спортшыларымыз көп болсын.